Баршаңызға сәлем қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай ең соңғы огородта қалған қызыл-жасыл аралас, толықтай піспеген жасыл помидордан салат жасаймыз. Бұл салатты біз күнделікті жегенге жасайтын боламыз. 2 кг жасыл помидор, 1 дана ашты бұрыш, 2 тәтті бұрыш және 1 бума укроп, сарымсақ 1 бас аршып тазалап алдым. Және сұйық май 85 грамм, 85 грамм қант және 80 грамм 9% уксус керек, және дәміне қарай тұз саламыз. Енді осының барлығын біз жуып, тазалап, керек емес жерлерінен тазалап, осылай қызанақтарды бөліп аламыз. Қасыққа ыңғайлы болып, егер үлкендеу болатын болса, осылай жіңішкелеп бөліңіздер. Қасыққа ілінетіндей болып, ыңғайлы болу керек. Ұсақтарын осылай 4 бөлікке, үлкендерін 8-ге 6-ға бөлдім. Қызанақтың барлығын турап, үлкендеу ыдысымызға салып аламыз. Ендігі тәтті бұрышты осылай қатты жіңішкелейміз, орташа қалыңдықта етіп, қысқалап турап аламыз. Және ашты бұрышты да дәл осылай ұсақтап турап аламыз. Ашты бұрышты егерде ашты қаласаңыздар, көптеу қоссаңыздар болады. Мен ашты аз қостым. Ашты бұрышты да осылай ұсақтап турап аламыз. Оны да қызанақтың үстіне саламыз. Енді 1 бас аршылған сарымсақты осылай үккіштен өткізіп аламыз, орташа өткізетін үккіштен. Немесе осы сарымсақ өткізетін арнайы құрылғылар бар, содан езіп өткізсеңіздер де болады. Мінекей мен үккіштен өткізіп салдым, оны да осы помидордың үстіне саламыз. Одан кейін 1 бума укропты ұсақтап турайтын боламыз. Осындай қатты сабағымен бірге турай беріңіздер. Бұл әзір манировкада 1 күн тұрғанда, бұл да жақсы өзінің дәмін шығаратын болады. Мінекей өте қатты ұсақтамай, орташа қысқалықты етіп, оны да турап, осыған салатын боламыз. Мінекей керекті заттардың барлығын турап алдық. Енді дәміне қарай 2 ас қасық толтырмай тұз салдым. Сіздер дәміне қарап салыңыздар. Және 85 грамм қант. Қантты көптеу саламыз, өйткені көк помидордың қышқылдығы көп болады. Енді дәл сол көлемде етіп, біз сұйық май құямыз 85 грамм, және осының көлемінен сәл аздау 80 грамм уксус құямыз. Уксус бізде 9% немесе 6% алмалы уксусты құйсаңыздар да болады. Мінекей барлығын керекті заттарды құйып болдық. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Тұзы, қанты барлығы жақсылап езілу керек. Бұл салатты біз қысқа жаппаймыз. Күнделікті мұздатқыштан, холодильниктен алып, жегенге арналады. Мінекей толықтай жақсылап араластырып, барлығына бірдей етіп, теңдей етіп тию үшін жақсылап араластырып аламыз. Мінекей жақсылап араластырдым. Енді осының үстіне осындай табақ қойып, үстіне ауыр зат қойып, 1 түнге бөлме температурасында қойып қоямыз. Қызанақтардың мінекей көп мөлшерде суы шықты. Енді осы суымен бірге біз ыңғайлы өзімізге беті жабылатын ыдысқа құйып, холодильникте сақтайтын боламыз. Бұл қысқа жабылмайды. Күнделікті жейтін салаттардың бірі, өте дәмді болып шығады және өте оңай, ешқандай да қайнатып жүрмейсіздер. Барлығын тура осылай 1 түнге қалдырсаңыздар, дәмді көк помидордан салатымыз дайын. Құрметті көрермен, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, және осы видеоға лайк басып, өздеріңіздің достарыңызбен, туыстарыңызбен поделиться деген батырмасы арқылы бөлісіңіздер. Сіздермен болған Жұлдыз. Сау болыңыздар.